Бәріне сәлем достар. Бүгін біз 6 сыныптың қазақ тілінің 8 тарауының 2 параграфын өтетін боламыз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз сүйінші. Бізде бірінші тапсырмада айтылыпты, мәтіндегі ауызекі сөйлеу мен көркем сөйлеудің ерекшеліктерін ажыратыңдар депті. Бізге мәтіннің оқудың керегі жоқ, себебі уақытты кетіріп оқығанша мен оны оқып аламын, енді астындағы сұрақтарына жауап берейік. Барлық сұрақты оқып алайық. Әңгімеде халқымыздың қандай салт-дәстүрлері баяндалған? Салт-дәстүр дегенді қалай түсінесіңдер? Көкпар деген не? Көкпар қандай жағдайда беріледі? Немере іні деп қандай туысты айтады? Бізде мәтінде сүйінші, көкпар, шілдехана, кіндік шеше, өкіл әке, шашу салт-дәстүрлері баяндалған. Сүйінші ол қуанышты хабарды жеткізуші адам, ол сүйінші сұрайды. Ал көкпар жаңа туған сәби туылған кезде оған берілетін сый, көкпар беріледі сол кезде. Шілдехана ол нәрестенің дүниеге келуіне байланысты той. Кіндік шеше нәресте туылатын кезде оның кіндігін кескен әйел. Өкіл әке ата-анасынан бөлек қамқоршы болатын адам. Шашу қуанышты сәтте тәттілер шашу дәстүрі. Осыларды жазып аламыз. Екінші сұрақтың жауабына жазамыз. Салт-дәстүр халықтың өмір сүру салтына байланысты қалыптасқан әдет-ғұрыптар, рәсімдер мен ережелер жиынтығы. Ол ұрпақтан ұрпаққа беріліп, халықтың ұлттық ерекшелігін, мәдениетін, рухани байлығын көрсетеді. Қазақ халқында салт-дәстүрлер адамның өмірінің барлық кезеңдерінде орындалады. Мысалы, шілдехана, тұсаукесер, беташар, сүйінші, жеті ата қағидасы және тағы басқа. Енді үшінші сұрақтың жауабына. Көкпар ұлттық ойын, ер жігіттердің күш-жігері мен ептілігін сынайтын ат спорты. Көкпар көбіне қуанышты жағдайларда, мысалы бала туған кезде немесе үлкен тойларда беріледі. Төртінші сұрақтың жауабына. Немере іні адамның туған бауырының ұлы. Осылай жазып аламыз. Екінші тапсырма. Көкпар сөзі қайдан шыққан? Мағынасын ашып анықтама жазыңдар депті. Бізде оның астында артық болмас білгенің беріліпті. Мына белгіше қалпақ, сол артық болмас білгенің деген мағынаны білдіреді. Енді ол бізге керек жоқ. Көкпар сөзінің қайдан шыққанын енді тауып жазайық. Көкпар сөзі көне түркі тілінен шыққан. Ол көк және пар деген екі бөліктен тұрады. Көк, кейбір деректер бойынша көк серке, жас ешкі деген мағынада қолданылған. Пар, жырту, тартысу, бөлісу деген мағынаны білдіреді. Яғни көкпар сөзі көк серкені тартысу деген мағынада қалыптасқан. Бұл қазақтың ұлттық ат спорты ойыны. Онда шабандоздар серкені тартып, мәреге бірінші болып жетуге тырысады. Көкпар күштілік пен ептілікті талап ететін, командалық рухты нығайтатын ойын деп жазып аламыз. Бізде үшінші тапсырмада мәтіндерден деңгейлік тапсырма екен. Мәтіндерден мезгіл мәнді сөздер мен мезгіл үстеулерін тауып жазыңдар. Екінші деңгей. Қысты күні, бүрсі күні, биыл, былтыр, жазды күні сөздерінің жасалуын анықтаңдар. Шілдехана туралы деректер жинап өткізу ретін жазыңдар деп айтылыпты үшінші деңгейінде. Бірінші деңгейдің жауабына жазамыз. Мезгіл мәнді сөздер. Түн, күн, бүтін, ертең, кеш, биыл. Мезгіл үстеулері. Бүгіннен бастап кешке, қысты күні, былтыр, биыл деп жазып аламыз. Екінші деңгейдің жауабына қысты күні, түбір, қыз, қосымша, осылай жазып кетейікші. Үшінші деңгейіне жазамыз. Нәресте дүниеге келгеннен кейін жақындары сүйінші сұрайды. Екіншісі, қуанышты хабарды естіген ауыл адамдары жиналады. Үй иесі қонақтарды қарсы алады, дастархан жайылады, ән айтып күй тартылады, ұлттық ойындар ойналады, бата беріліп, ақсақалдар жақсы тілектерін айтады. Бізде төртінші тапсырмада айтылыпты, мезгіл үстеулерін қатыстырып, өздерін көрген қуанышты оқиғаға байланысты сүйінші хабар туралы сипаттамалық эссе жазыңдар. Биыл көктемде біздің отбасы үшін ерекше қуанышты оқиға болды. Таңертең ерте анам телефон
телефон соғып, әпкемнің ұлды болғанын сүйіншіледі. Бұл хабарды естігенде бәріміз қатты қуанып, бірден ауруханаға бардық. Сол күні әкем нағашы жұртына сүйінші сұрап хабар жеткізді. Түс қайта үйге жиналған туыстар ақжарма тілектерін айтып, анамды құттықтады. Кешкісін үлкен дастархан жайылып, туған туыстар жиналды. Осылайша біздің әулетте жаңа өмір басталып, шаңырағымыз тағы бір жанмен толықты деп осылай жазып аламыз. Достар, осымен менің видеом аяқталды. Сау болыңыздар. Мені 1000 подписчикке тез жеткізіп тастайық.